Анығында адамның басты байлығы оның өмірі. Ал ақша осы өмірді сатып алу үшін құрылған. Біз күн сайын ақша деп санап түрлі валюта ұстаймыз. Оны еңбектеніп табамыз, еш қиындықсыз жұмсаймыз, жақсы көреміз. Алайда сол валюта біздің өмірімізді ұрлап жатыр. Бұл күнде әрбір адам біздің ақшада бір нәрсе дұрыс емес деп ойлап жүр. Бірақ нақты не дұрыс емес? Баға күн сайын өсуде, қаржы жүйесінде ретсіздік байқалады. Неге? Біз осы алданып жүрген жоқпыз ба? Бүгінгі видео осы тақырыпқа арналады. Біз дәл қазір ең үлкен қаржы кризисінің табалдырығында тұрмыз. Осы сәттегі ең жақсы инвестиция өз біліміңізге құйылған қаржы. Ақшаның ережесін, валютаның түрлерін, қаржы жүйесін оқыңыз. Егер қаржылық сауатты болсаңыз, сізге кризис қауіпті емес. Уинстон Черчиллдің сөзі бар: неғұрлым тарихқа терең үңілген сайын, болашағыңыз айқын көрінетін болады. Олай болса, болашаққа өткен күндер арқылы көз жүгіртейік. Қазіргі адамдардың басты қателігі, олар ақша мен валютаның айырмасын білмейді. Валюта – ол айырбас құралы. Оған басқа затты айырбастап алуға болады. Ол есеп құралы бола алады. Ол мобильді, яғни оны өзіңмен алып жүруге болады. Ол шыдамды, яғни ашымайды, іріп шірімейді. Ол бөлінеді, яғни 1000 теңгені 2500 теңгеге бөлуге болады. Және өзара тең. Менің 1000 теңге мен сенің 1000 теңгең еш айырмасы жоқ. Ақша ол да валюта сияқты барлық құрамға ие, алайда ақшаның бір артықшылығы бар. Ол өз құнын жоғалтпай ұзақ сақталады. Көптеген азаматтар осы айырмашылықты түсінбейді. Бүгінде біздің айналымда ақша емес, валюта. Билік айналымдағы қаржы санын үздіксіз өсірумен келеді. Сіз қанша көп ақша тауып жұмыс жасағанмен, олар тағы сонша қаражатты айналымға енгізеді. Бай болу жоспарын тағы да кейінге қалдыруға тура келеді. Сол себепті үкімет қағаз валютаны жақсы көреді. Оны құнсыздандыру оңай, яғни жай ғана ақшаның жаңа партиясын печать етсе болды. Алтынмен және күміспен олай жасай алмайды. Алтынды қалағанынша басып шығара алмайды. Алтын ең универсалды валюта болып табылады, яғни алтын айырбас құралы бола алады. Оны өлшеуге болады. Ол құнды, ол бөлінеді және ол ірімейді, шірімейді. Египеттіктердің алтын қоры осы күнге дейін сақталған, яғни 5000 жыл. Және алтын өзара тең. Мысалға, 1 грамм таза алтын қай кезде де 1 грамм таза алтынға тең. Бір қойға бір қой тең бола алмауы мүмкін, себебі менің қойым сіздікінен семіз болуы мүмкін ғой. Және алтында алып жүру оңай. Егер қаржы ретінде сиыр қолданылса, онда күн сайын базарға сиыр алып жүру керек болар еді. Және алтын мөлшері шектеулі. Билік қалағанынша алтын басып шығара алмайды. Соңғы 5000 жылда құнын жоғалтпаған жалғыз айырбас құралы ол алтын. Және сол 5000 жылда мыңдаған фиат валюта жасалды. Алайда оның бірде-бірі өз құнын сақтап тұра алмады. Фиат валюта дегеніміз алтын қорына теңестірілмеген валюта, яғни қалағанынша басып шығаруға болатын қағаз. Өткен 5000 жылда алтын қорына теңестірілмеген валюталар өзінің бастапқы құнына қайта оралды, яғни нөлге. Яғни қазіргі валюталардың құнсызданып нөлге тең болу көрсеткіші 100%. Евро мен доллар да сол сияқты нөлге тең болады. Өйткені қағаздың өзіндік құны жоқ. Америка Құрама Штаттарының орталық банкі мұны жасырмайды және өз сайттарында доллар құнды зат емес, ол мемлекет бекіткен мөлшерде басылып шығарыла береді деп жазылған. Осы сөзді сіз өз жақындарыңызға айтсаңыз, мынау есінен адасыпты деп ойлары анық. Мысалға, $100. Ол соншалықты құнды ма? 1913 жылдан бері доллар 95% құнын жоғалтты. Бірінші дүниежүзілік соғысқа дейін әр долларда мемлекет осы доллар құнына сәйкес алтын қорын ұстап тұр деген жазу болды, яғни шынайы ақша ол алтын. Алайда алтын мемлекетте сейфте, ал азаматтарда чек, яғни валюта болды. Мысалға, сіз телефоныңызды ремонтқа тастап кеткенде сізге квитанция беріледі. Бұл жерде шынайы құнды зат ол телефон, ал квитанция ол телефон сізге тиесілі екендігін білдіреді. Дәл осы система арқылы доллар өз құнын ұзақ ұстады, яғни әр доллар ол квитанция. Ол шынайы ақша, ол орталық банктегі алтын еді. Алайда билікке азаматтарды басқару үшін бұл жүйе тиімсіз. Билік қанша қаласа сонша басып шығара алатын валюта керек. Яғни жай ғана станокта басып шығарылған қағаз арқылы адамдардың ең басты байлығы өмірін, яғни уақыты мен бостандығын ұрлап жатыр. Кейбір азаматтар египеттіктер салған пирамида әлі бар деп таңғалады. Неге египеттіктер қолданған валюта әлі күнге дейін өз құнын жоғалтпады деп таңғалмайды? Алтын осыдан 5000 жыл бұрын қандай құнды болса, қазір де сондай құнды.
Билік алтынның шірімейтін аса құнды бағалы металл екенін біледі және оны құнсыздандырып тастай алмайды. Тек оны заңды айырбас құралы жасамайды, себебі ол биліктің мойнына құрық болар еді. Олар қалағанынша алтын басып шығара алмайды ғой. Бәрі неден басталды? Алғашында адамдар айырбас ретінде заттарды қолданды. Менде мата бар, сенде қой бар, айырбастады. Кейіннен айналымға ақша енді. Ал қазір тіпті электронды ақша. Электронды ақша шынайы емес, ол жалған, ол жай ғана цифр. Алғаш рет электронды ақша 2009 жылы Америка Құрама Штаттарында жасалды. Банктерді құтқару деген сылтаумен. Оны олар сандық жұмсарту деп атады. Бұл адамзат тарихындағы ең үлкен өтірік. Айтпақшы, оны Қазақстан үкіметі де жап-жақсы қолданды. Яғни, қазір айтылып жүрген банктерді құтқару, сандық жеңілдік немесе банктерге жаңа стимул беру, бұның бәрін бір сөзбен жаңа ақша басып шығару деп атауға болады. Кейбір азаматтар кризис бұл басқа әлемде деп ойлайды, яғни маған еш қатысы жоқ дейді. Алайда кризис әрбір адамның өміріне әсер етеді. Мысалға, Америка Құрама Штаттары 200 жылда 825 миллиард доллар басып шығарды. Сандық жұмсартуда бұл ақша бір жылда 2 есе өсті. Бұл барлық елге анығырақ билікке тиімді. Бұны Сингапурда, Канадада, Қазақстанда қолданады. Яғни ақшаны шамадан тыс басып шығару. Тарихқа сүйенсек, бұл ешқашан жақсылыққа алып бармайды. Әлемдегі ең көп ақша басып шығаратын ел Америка Құрама Штаттары. Неге Америка Құрама Штаттарында инфляция біздікінен төмен? Жауап қарапайым. Америка Құрама Штаттары ақшаны шетелге жібереді, яғни инфляцияны экспорттайды. Ол деген сөз, елдегі артық долларларды шетелдерге жібереді. Есесіне техника, машина, холодильник алады. Ал шетелдіктер жай ғана доллар деп жазылған қағаз алады. Бірақ бұлай бермейді ғой. Яғни шетелге шығарылған доллар Америка Құрама Штаттарына қайта оралғанда әлемдік кризис болады. Бұл процесс басталып та кетті. Ал енді қайтпек керек. Тарихта ақша құны түскенде немесе толық жойылғанда қай елде болмасын басты құнды тауар алтын болып қалған. Олай болса, қаржыңыз болса, оны құнды металл сатып алуға жұмсағаныңыз жөн болар еді. Бұл видео Майкл Меланидің «Алтын мен күміске инвестиция салу құпиясы» кітабының желісі бойынша жасалды.